Көк шайдың пайдасы туралы ежелден ақ айтылып келе жатыр. Ертеде ауқатты байлар, төре болыстар көк шайды шараптан гөрі көп пайдаланып шөл қандырған екен. Көк шайдың нақты шығу тарихы белгісіз. Бірі Қытайда десе, бірі Жапонияда, енді бірі Вьетнамда шыққан дейді. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контентке қолдау білдіріп, каналға жазылып лайк басып белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізге шабыт береді. Көк шайдың емдік қасиеті ертеден ақ белгілі болған. Шығыста көк шай ұзақ өмір сүру және жастықтың сусыны болып есептелінген. Ыстық көк шай салқын күндер жанға жылулық сыйласа, аптап ыстықта бойға сергектік беріп шөл қандырған. Пайдалы микроэлементтер мен дәрумендерге толы көк шай адам ағзасындағы зиянды қалдықтарды шығаруға, қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге, созылмалы аурулардан қорғануға жол береді. Адам ағзасындағы қан айналымы мен ас қорыту жүйесін жақсартады. Қытай халқы күнделікті бірнеше кесе көк шай ішсе, иммунитет жақсарады деп тұспалдайды екен. Расында да көк шай әртүрлі ауруларға қарсы төтеп бере алатын сусын. Ол тек шөл қандырып қана қоймай, теріні жұмсартып нәрлендіреді, жақсартатын қасиетке ие. Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады, ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Соған орай көк шайдың құрамындағы заттардың пайдасы мен зияны, хош иісті сусынды қай кезде ішуге болатын туралы, қандай жағдайда бас тарту керек туралы айтатын боламыз. Көк шайдың пайдасы. Көк шай тіске пайдалы. Тісті сыртқы әсерден қорғап, оны тазартып, түсін сақтайды. Тіс эмалі мен қызыл иекті берік қылып, кариестің пайда болуына жол бермейді. Ауыз қуысындағы жағымсыз иістен де арылуға жол ашады. Тісіңіз ауырған жағдайда ауыз қуысын жылы көк шаймен бірнеше мәрте шайып жіберіңіз. Құрамындағы фтордың болуына байланысты тіс шегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Артық салмақтан, ағзадағы зиянды қалдықтардан арылам десеңіз, көк шай ішіңіз. Тек оған сүт, қант немесе тосап қоспаңыз. Бұл жағдайда көк шай өз қасиетін жоғалтып, денсаулыққа еш пайдасын тигізбейді. Көк шайдың құрамындағы көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан, бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Мысалы, ас қорыту процесін ынталандырады. Көк шай емдік дәрі-дәрмектік әсер береді. Оның құрамындағы танин, катехин болғандықтан, қатерлі ісік аурулармен күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Олар шеттегі ақуыздарды, ауыр металдар мен еркін радикалдарды байланыстырады және оларды сау жасушаларға зақым келтірмей ағзадан шығарып тастайды. Оның құрамындағы С витамині мен мырыш қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупін азайтады. Құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамындағы П дәрумені, кальций, фосфор қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін қажет, ал теин ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Көк шайда адамның жұмысы қабілеттілігін жақсартатын кофеин бар. Кофеин алкалоидты шай танинімен байланыстырылған күйде болғандықтан ағзаға ынталандырушы әсер етеді, бірақ ол кофеинге қарағанда жұмсақ. Құрамындағы йодтың болуына байланысты қалқанша безі ауруларының шалдығу қаупін азайтады. Микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты. Көк шайдағы танин жараларды емдеуге көмектеседі, бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады. Несеп айдағыш әсер көрсетіп, тіннің ісінуін азайтады. Құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Тегіс бұлшықетті қалыпты жағдайда ұстайды. Бұл қасиет оның құрамындағы мырыштың болуына байланысты. Мыстың арқасында қабыну процестерін емдеуді жеңілдетеді. Ал әйелдерді токсикоз кезінде көмектеседі. Мұндай жағдайларда құрғақ жапырақты шайнауға кеңес береді. Асқазанның қышқылдығын көтеріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады. Жалпы көк шайдың әйел адамдарға пайдасы қандай? Көк шай ұзақ өмір сүру сусыны болып есептелінеді. Көк шайдың әйелдерге пайдасы: көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріңкесі негізінде жасалған маскалар бет терісін жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Зат алмасу процестерін ынталандырып, ағзаны тазарту құралы ретінде ас қорыту жолының қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Сусынның әйелдердің климакс кезеңінде жалпы жағдайын жақсартуға қабілетті. Оны сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресте профилактикалық құрал ретінде пайдалануға болады. Ерлерге көк шай ер адамдарға несімен пайдалы?
көк шайдың құрамындағы жыныс жүйесінің және тірек қимыл аппаратының қалыпты жұмыс істеуіне көмектесетін марганец бар. Марганецтің қатысуымен тестостерон гормоны өндіріледі. Шайды қоюлап ішу кезінде кофеиннің ынталандырушы әсері ағзаның стресске қарсы жұмыс істеу қабілеттілігі мен төзімділігін арттыруға көмектеседі. Ал оның құрамындағы антиоксиданттар көкшайда қан қысымын қалыпқа келтіру, простата қатерлі ісігінің алдын алуда бағалы емдік құрал жасайды. Көкшайдың бауырға пайдасы. Сусынның тазалағыш қасиеті болғандықтан оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысына пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартуда П және С витаминдері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн. Егер көкшайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардың көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін. Бүйрекке пайдасы. Көкшай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Ал токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл оларды ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі. Қан тамырларына. Сусынды дұрыс пайдаланса, жүрек қан тамырлы жүйесінің жағдайы жақсарады. Көкшайда осы пайдалы қасиеттері келесі процестер арқылы жүзеге асырылады. С витамині қанды сұйылтып, оның тамырлармен жүруін жеңілдетеді және қысымды төмендетеді. Калий жүрек бұлшықетін қатайтады. П дәрумені қан тамырларының сергектігін көтереді. Иілік заттар оларды нығайтады. Антиоксиданттар зат алмасу процестерін ынталандырады және қылтамырларда зиянды холестериндердің жиналуына қарсы тұрады. Осы процестердің бәрі қан қысымын қалыпқа келтіреді. Сондықтан да бір шынайы көкшай ішу жүрек қан тамыр жүйесі ауруларының алдын алуға көмектеседі. Мүмкіндігінше құрамында көкшайы бар косметикалық бұйымдарды пайдаланыңыз. Мұндай косметикалық бұйымдар көз астындағы ісіктердің болмауына, терінің жұмсарып жасаруына, денедегі сызаттақтардың кетуіне жол береді. Күнделікті таңертең көкшаймен жуынған дұрыс. Жатар алдында көкшайды қайнатып бетін жауып қойыңыз. Түні бойы салқындаған сумен таңертең беті қолыңызды жуыңыз. Ал көзіңіз қызарып жүрсе, көкшай қалтасын басыңыз. Көкшайды қаншалықты жиі ішуге болады? Көкшайдың ағзаға пайдасы мен зияны өнімнің сапасына, қайнатып әдісімен қолдану жиілігіне байланысты. Сондықтан да сусынды ішкеннен әсер алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет. Жаңа және жоғары сапалы өнім алыңыз. Шай жапырақтарын 60-90 градусқа дейін қыздырылған таза сумен дайындау керек. Шайды аш қарынға және кешке ішпеңіз. Көкшайды алкогольмен біріктірмеңіз. Дәріні көкшаймен ішуге болмайды. Тым қою немесе ыстық қылып ішпеңіз. Жалпы шайды 10-15 минут демдеп, бірақ ішсеңіз болады. Қарсы көрсеткіштер. Хош иісті сусынды ішуге құмар адамдар қою шайды қолдануда қарсы көрсеткіштер бар екенін білу керек. Бұл тітіркену, ұйқысыздық, созылмалы бүйрек және бауыр аурулары кезінде, асқазан аурулары, өткір кезеңдегі ішек жарасы, атеросклероз, гипертензия, жүктілік кезеңінде қарсы әсер беруі мүмкін. Есіңізде болсын, көкшай қан қысымын жоғары жандарға өте пайдалы. Қан қысымын төмендетіп, бойға сергектік, жеңілдік сыйлайды. Ал қан қысымы төмен жандардың көкшайды көп мөлшерде пайдаланбағаны абзал. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше ауырмаңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.